Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Гүлзинат. Қазір табада пісетін үй жағдайындағы нанды қалай жасау жолын көрсететін боламын. Ең алдымен тұз саламыз, 1,5 ас қасық. Оны үстіне жылы су құямыз, жылы сүт, сұйық майымызды құямыз, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымызды жақсы ерігенше. Одан кейін ұнымызды аламыз, електен өткізіп, ашытқымызды қосамыз үстіне. Електен міндетті түрде өткізіп алуымыз керек ұнымызды. Қамырымыз жақсы иленетін болады. Жақсылап илейміз, араластырып, одан кейін илейміз, кейін бетін пленкамен жауып, әдемілеп қоямыз. Кейін 10-15 минуттан кейін және қайталап илейтін боламыз қамырымызды. Одан кейін тапаға келетіндей мөлшерде кесіп алып, суала жасайтын боламыз. Бетін жауып және демалтырып қоямыз 5-10 минутқа. Оған дейін тапаларымызды майлаймыз, әдемілеп, асты жабысып қалмау үшін. Енді зуаладан кейін қамырымызды жасайтын боламыз. Тапаға саламыз. Тапады да және 10-15 минут демалтырып қоямыз. Бетін пленкамен жауып және 10-15 минутқа қоямыз. Одан кейін алып, тіке шұрып және бетін демалтырып қоямыз 10-15 минутқа. Содан кейін тапада 200-250 градуста жаймен пісіріп алатын боламыз нанымызды. Әдемі нан болып шығады. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Барлық қыз-келіншектер нан пісіруді біледі деп ойлаймын. Сондықтан осындай әп-әдемі болып шығатын жұп-жұмсақ нанды үйде жасап көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк қосуды ұмытпаңыздар.